Екінші сабақ. Уақыт өлшемі сағат. Жұмбақты шеш. Сырт етеді, уақыт өтеді. Күнде есебін жаттайды, ешбір тыным таппайды. Алмайды бір тағат, оның аты... Тыңда, мәнерлеп оқы. Бар уақыт дәлдікте. 60 минут бір сағат. Қанша сағат тәулікте? Береді екен кім санап? Алан, бүгін мен мектептен кеш келемін. Неге? Сабақтан кейін қосымша сабақ болады. Ол дұрыс екен. Қосымша сабаққа барған өте пайдалы. Қосымша сабақ не үшін керек? Қосымша сабақта қызықты ақпарат аласың. Сабақта да білім аламын ғой. Мектептен кейінгі бос уақытты да тиімді пайдалану керек. Дана, бүгін тағы не істедің? Қосымша сабаққа дейін кітапханаға бардым. Томирис екеуміз оқырмандар залында отырып кітап оқыдық. Қандай кітап оқыдыңдар? Мен балалар энциклопедиясын оқыдым. Томирис екеуің қосымша сабаққа бірге бардыңдар ма? Жоқ, Томирис кітапханада қалды. Мен мектептегі мұражайға бардым. Онда біздің қаламыз туралы ақпарат көп екен. Мұражайдан кейін ағылшын тілі үйірмесіне қатыстым. Онда жаңа достар кездестірдім. Ағылшын тілі үйірмесінде біз жиі кино көреміз. Оны қазақ тіліне аударамыз. Дұрыс, Дана, бос уақытыңды тиімді пайдаланыпсың. Енді интернеттен үй жұмысын орындауға қажетті ақпарат іздеймін. Дана, Білімленд немесе iMектеп білім сайттарын ашып көр. Рахмет, Алан.